Талдықорған қаласы Абай атындағы нөмірі 1 орта мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қыдырәлинов Мұрат Нұртайұлы. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы акробатикалық жаттығулар. Сабақтың мақсаты қозғалыс мәдениетін қалыптастыру, акробатикалық жаттығулар мен қозғалыс тәрбиесін байыту, негізгі физикалық қабілеттерді дамыту және қатысатын дене жүйелерінің функционалдық мүшелерін арттыру, тәуелсіз дене жаттығуларына қызығушылықты дамыту. Гимнастика сабағын бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Бірінші, гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім киюі қажет екенін ұмытуға болмайды. Екінші, денені қыздырып алмай, күрделі жаттығуларды орындауға болмайтындығын есте ұстаңыздар. Үшінші, мұғалімнің көмегінсіз күрделі жаттығуларды орындауға болмайды. Акробатикалық жаттығулар дегеніміз денені әртүрлі жазықтықта айналдырып, тіреу мен тіреусіз және тепе-теңдік сақтай отырып орындалатын жаттығулар. Алдыға және артқа айналдыра домалау, жауырынға тұру, көпір жасау, алға қарай домалап түсу, денені жинап, жиырылып алып, аударылып түсу деген сөз. Аударылып түсу түрлерінің ең қарапайымы қолды жерге тіреп отырып, алға қарай домалап түсу. Алға қарай домалау, асып түсуді орындаған кезде мынандай қателіктер жіберілуі мүмкін. Басты еденге тиюі, жиырылған денені уақытынан бұрын жазуы, домалап түсудің бастапқы кезінде қолды алға жылжытып жіберуі, домалап түскеннен кейін аяқты жинамай жазуы, алға қарай домалап түсуді үйреніп болғаннан кейін қолды тіреу арқылы артқа қарай домалап асып түсу жаттығуларын орындауға көшу керек. Бұған ерекше ұқыптылық қажет. Артқа қарай домалап асып түсу жүйелілікті шалқадан жатып, қолды иықтан асыра тіреу арқылы серпілуден бастаған жөн. Үйрену жүйесінің келесі кезеңі жүрелеп отырудан артқа қаратай домалап асып түсу жаттығуын орындаған жөн. Нашақты жерге тіреу арқылы жауырынға тұру, шалқалап жату, қалпынан аяқтың ұшын жоғары көтеріп, шынашақ екі жанында қолды белге тіреу арқылы орындалады. Көпір жасау. Бірінші, шалқадан жатып, қолды иықтан асырып, жерге тіреп, жолдасының көмегі арқылы белді көтеріп, көпір жасау. Жіберілуі мүмкін қателіктер: қол мен аяқтың бүгіліп кетуі, қол мен дененің аралығындағы бұрыш 180 градустан кем болмауы, қол мен аяқтың арасының иық деңгейінен тар болуы, не кең болуы, бастың артқа қаратай толық иілмеуі, тағы басқа. Қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау керек. Үйге тапсырма. Бірінші, акробатикалық жаттығуларға дайындықты қалай бастаймыз? Екінші, алдыға қарай бастан аса домалап түсу жаттығуы қалай орындалады? Үшінші, артқа қарай бастан аса домалап түсу кезіндегі жаттығу қалай орындалады? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.